Жеміс-жидектер. Балалар, сендер білесіңдер ма? Жеміс-жидек көп жеген балалардың денсаулықтары мықты, ақылды болып өсетінін. Ендеше бастаймыз. Алма, алмұрт, лимон, құлпынай, таңқурай, қауын, қарбыз, алқоры, мандарин, ананас, табиғат адамды таң қалдыратын, жүрекке қуаныш сыйлайтын ғажайып әлем. Күн шуағының мезгілі ол жаз. Аспан ашық, ауа жылы, жан-жақта өмір қайнап жатыр. Табиғат өзінің шынайы сұлулығын көрсетеді. Өзендер мен көлдер адамды салқын сумен баурайды. Шуақты күндер адамға күш-қуат беріп, бойымызды сергітеді. Қар жауғанда жер әлемі ақ көрпеге оранып, айнала тыныштыққа бөленеді. Балалар үшін бұл мезгіл ойын мен шаттыққа толы. Қардан мүсіндер жасап, шаңғы теуіп, сырғанақ тебу қысқы күндердің шынайы қуанышы. Жаңбыр жерге нәр беріп, өсімдіктер мен жануарларға өмір сыйлайды. Ол ауаны тазалап, тіршілік үшін қажетті ылғал алып келеді. Ал жел болса табиғаттың көрінбейтін қолы секілді. Ол бұлттарды қозғалысқа келтіріп, ауаны тазартады. Кейде жаңбыр мен жел бірге кездесіп, табиғатқа ерекше серпін береді. Күннің шығуы, қардың жауғаны, жаңбыр мен жел табиғаттың тылсым үйлесімі. Оны түсініп, құрметтеу әр адамның міндеті. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркел. Жыл мезгілдері. Күз. Жапырақтар сарғайып, балалар мектепке барады. Қыс. Қар жауып, балалар шана шаңғы тебеді. Жаңа жыл мерекесін тойлайды. Көктем. Гүлдер, ағаштар бүршік жарып, қазақтың ұлттық әз Наурыз мерекесін тойлаймыз. Наурыз мерекесі жаңарудың, жаңа өмірге қадам басудың белгісі болып саналады. Ұлттық тағам наурыз көже әзірленеді. Жаз. Жеміс-жидектер мен көкөністер пісіп, табиғатта көбірек серуендеп, өзенде шомыламыз. Түстерді үйренеміз. Алма, қызыл алма. Алма өте дәмді. Гүл, қызыл гүл, әдемі гүл. Құлпынай, қызыл құлпынай, әкем құлпынай турады. Балапан, сары балапан. Балапандар аулада жүр. Күн, сары күн. Күн шықты. Жасыл, жасыл тал. Талдар орманда өседі. Қияр, жасыл қияр. Анам салат турады. Бақа, жасыл бақа. Бақа суда жүр. Ту, көк ту. Көк ту аспанда желбіреді. Машина, көк машина. Машина жүрді.
Шар, көк шар. Қыз шар өледі. Сандарды үйренеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Балалар, бүгін пайдалы және зиян тағам түрлерін үйренетін боламыз. Зиянды тағам түрлеріне фастфудтар, газдалған сусындар, чипсилер, консервіленген өнімдер, торттар, тәтті тоқаштар жатады. Бұл тағамдардың құрамында май, қант, тұз мөлшерінен жоғары болып, оларды жиі тұтыну семіздікке, ас қорыту жүйесінің бұзылуына алып келеді. Пайдалы тағамдар бұл адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдарға бай өнімдер. Жемістер, балық, ет, дәнді дақылдар және табиғи сүт өнімдері жатады. Мұндай тағамдар иммунитетті нығайтып, ағзаға қуат береді. Сондықтан да әрдайым пайдалы тамақтану керек.